Көшеде не көп, бұралаңдаған үйсіз қамсыз қалған иттер көп, және олар кейде мүлдем тұрағының жоқ болғаны да жақсы екендігін ұға бермес. Ал үй жануарларын қожайындардың барлығы жақсы көреді дегенге сенуде қиын. Мұстафа атты мына ілбістің өмірі осы сөзімізге дәлел. Бұл хайуан бүкіл өмірін цирк автокөлігіндегі жүк салғышта өткізіп келеді. Дәл осы темір торлы қапасты ол тұрағым деп ойласа керек. Мұстафаның мойнынан қарғыбауы мүлдем түспейді. Сол себепті көлік қабырғасы мен темір құрылғылардан басқа дүниелер оған мүлдем таңсық. Ашық аспан мен қайнаған өмірдің шынайы келбетіне ол тек терезе мен цирк нөмірінде ғана куә бола алады. Қожайыны оны дәл осы себептен ғана керек қылған екен. Иесі бұл ілбісті кішкентайынан асырап баққан. Қаншама жыл уақыт аралығында бір жерден екінші жерге көшіп қонып, цирк арқылы бүкіл өмірін жолда өткізуге мәжбүр. Бұл елде жабайы аңдарды тұсап ұстауға заң 2011 жылдан бастап тыйым салған. Дегенмен осындай кәсіпті бастаған қаншама жандар бұлай етуге асығар емес. Ақыры Мұстафаның ішқұса өмірін естіген халықаралық жануарларды қорғау ұйымы тез арада оны құтқаруға өз қызметкерлерін аттандырады. Ұйым президенті Ян Кримердің айтуынша, бұрышқа қамалған жабайы аңды бірінші рет көруі. Ақыры бостандыққа шыққан Мұстафаның тіпті өмірге деген құлшынысы да байқалмады. Көңілсіз, шаршаңқы, қажыған күйдегі жыртқыш айналасындағы жандарға селқос қарады. Өмірінің қалған бөлігі оған түк те қызық емес секілді кейіпте. Мүмкін жануарымыз бостандыққа шықса немен айналыстарын білмейтін болады. Мұстафаны құтқарудан бірнеше сағат бұрын ұйым қызметкерлері Гувер атты жолбарысты да аман сақтап қалған болатын. Ол да көшпелі цирктің өкілі еді. Және бостандыққа шыққан сәтінде оның да жүрегінде үрей болған. Зоо қорғаушылар қос жануарды да өз қарауларына алды. Ілбіс пен жолбарыс ендігі өмірін ыңғайлы әрі тойымды жерде өткізетін болады. Ең бастысы темір торлы зындан мен жүк көлігінің қабырғасы енді қара көрсетпейді. Бәлкім оларға достық еш артық етпейтін болар. Ал сіздердің қамаулы жануарларға деген көзқарастарыңыз қалай?